Қазақтың қоғамдық өміріндегі аталған ұлан ғайыр өзгерістер әдебиетте де өз көрінісін тапты. Орыс елімен мәдени байланыстың тарихи маңызын түсініп, қазақ даласына өнер білімнің тарала бастауын оң құбылыс деп санаған демократиялық бағыттағы әдебиет өкілдері өз творчествосында өмір бейнесін, уақыт қажетін шынайы суреттеп, халықты мәдениетке үндеді. Халықтың мәдени мешеулік пен қараңғылықтан құтылуының бір жолы озық орыс мәдениетінен, сол арқылы әлем мәдениетінен үйрену, үлгі алу деп білді. Бұл түсінік сол кезең тұрғысынан қарағанда өте орынды, озық танымның көрінісі болатын. Шоқан Уәлиханов қазақтың алғашқы ағартушы демократы, тұңғыш оқымыстысы. Ол өзінің көзқарасы мен қоғамдық қызметінің сипаты жағынан орыстың демократ ағартушыларына қатты ұқсайтын еді. Прогресшіл орыс ғылымы мен мәдениетінен сусындап, озық демократиялық идеяда тәрбиеленген ол қанаушылық пен надандыққа қарсы батыл күресті. Халқының жарқын болашағын білім мен өнермен байланыстыра қарады. Оның өмірінің мәні туған халқына қызмет ету, халқын білімге, прогреске шақыру, озық адамзаттық мәдениетке үндеу болды. Ыбырай Алтынсарин бүкіл ғұмырын рухани білім қазынасын, халқының болашағы, балаларды оқыту ісіне арнады. Оларға арнап оқулықтар жазып, мектептер ашты. Ол өзінің педагогтік мақсатына орай балаларға арнап көптеген әңгімелер, өлеңдер жазды. Орыс әдебиетінен аудармалар жасады. Шәкірттеріне ұстаз ретінде де, қаламгер ретінде де адамгершілік тәрбиесін беруге, олардың бойында еңбекке, өнерге, ғылым білімге, жалпы озық мәдениетке деген ықылас ынта сезімін туғызуға ұмтылды. Тарихи тағдырлас екі халық достығының жаршысы болды. Ал Абай болса, Шоқанның ой арманын, Ыбырайдың ағартушылық ісін өзінің поэзиясында өзекті тақырып басты қоғамдық проблеманың бірі етіп көтерді. Ол жалпылама оқуды емес, озық орыс оқуын насихаттады. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті, оны білгенге дүние арзанырақ түседі деп білді. Қоғам өміріндегі өзекті жайларды өткір көтере отырып, Абай өзі жырлаған мәселелерге еңбекші халықтың көзімен қарап баға берді. Әлеуметтік теңсіздікті ел әкімдерінің, замандастарының жағымсыз әрекет, болымсыз мінездерін батыл айыптады. Ақын творчествосы халық өмірімен тығыз байланыста дамыды. Бұл оның поэзиясының демократтық, халықтық, реалистік сипатын танытады. Абай орыстың сыншыл реалистік поэзиясының Пушкин, Лермонтов, Крылов, Некрасов сынды алыптарынан творчестволық тұрғыда үйренді. Бұлардың туындыларының біразын қазақ тіліне аударды. Сөйтіп, өзі де үлкен ақындық, азаматтық биіктікке көтерілді. Шоқан, Ыбырай, Абай творчествосы арқылы қазақ әдебиетінде демократтық, халықтық бағыттағы өнер қалыптасты. Ол орыстың европалық, прогресшіл, реалистік әдебиеті дәстүріндегі жаңа әдебиет болды. Бұл бағыт 19 ғасырдың екінші жартысындағы әдеби процесте жетекшілік рөл атқарды. Қазақ әдебиетінің ендігі жерде дамуы мен бет алу өрісін, ала расуын белгілеп берді. Бұл халықтық демократиялық бағыт қазақ әдебиетінде 90-шы жылдары Абай мектебі дәстүріндегі оның балалары Ақылбай мен Мағауия, шәкірті Шәкәрім творчествосы арқылы жетіле толыға түсті. Осы кезеңдегі әдеби процесте аталған бағытпен халықтық төркіні, жалпы мұрат мақсаты тұрғысынан үндес, тамырлас, бірақ өзіндік ерекшелігі бар екінші бір бағытта қатар дамыды. Бұл бағыт әдебиетте осы ғасырдың алғашқы жартысында қазақ өміріне отарлау саясаты әкелген өзгерістерге тікелей байланысты, соған қарсылықтың көрінісі ретінде туған болатын.
Осыған сәйкес, бұл топтағы ақын-жыраулардың негізгі мақсаты қазақтың байырғы қоғамдық өмірін еріксіз күшпен бұзып, оған түрлі өзгерістер әкелген заман Шортанбай айтқандай зар заман мен оның отаршылдық әрекетін қабылдамау және оны батыл сынау болды. Мәселен, Дулат Бабатайұлы, Шортанбай Қанайұлы, Мұрат Мөңкейұлы, Әбубәкір Кердері тағы басқа шығармаларында бұл сарын әсіресе айқында өткір көрінді. Сайын далада еркін көшіп қонған халықтың ғасырлар бойына қалыптасқан өзіндік әдет-салты, ел білеу басқару жүйесі, тұрмыс тіршілігі патшаның бодандық солдыр саясатына орай енді түбірлі өзгеріске түсе бастады. Ел елдігінен, халық бірлік ынтымағынан, атақоныс мекеннен айырылып, қуғын сүргінге ұшырады. Қазақ даласындағы осындай озбыр отаршылдықтың басталуы мен орнығуының куәгерлері болған Дулат пен Шортанбай да, Мұрат пен Әбубәкір де замана өзгерістерін халыққа келген қыспақ, зарлық деп біліп, оларды жаны түршіге жек көрді. Әсіресе, олар елді күйзеліске түсірген атамекеннен жөнсіз айырған басқыншылыққа өлеңдері арқылы барынша қарсы үнге қосты. Дулаттың Ақжайлау мен Сандықтас, о сарыарқа, сарыарқа, Шортанбайдың зар заман және Мұраттың Үшқиян топтамаларында өздері тонауға, жерлері талауға түскен халқының тұрлаусыз күйінген, бұлдыр болашағына бармақ шайнаған дала перзентінің жан күйі барынша шыншылдықпен әсерлі де көркем өрнектелді. Дулат күйлері сол кездегі шарасыз халық сезімін тамыршыдай тап басып танытып тұрды. Әлеуметтік мәнін дәл терең түсінбесе де, олар қарапайым халықтың берекесі қашып, тауқыметі ауырлай түскенін көрмей тұра алмады. Мұның себебі арды, қайырды ұмытқан жаңа заман билеушілерінің жүгенсіздігі мен имансыздығынан деп біліп, ел әкімдігінің істерін батыл айыптады. Міне, осылайша 19 ғасырдың екінші жартысындағы қазақ әдебиеті қоғам өміріндегі барша өзгерістерді жан-жақты қамтыған, шыншылдықпен суреттеген, халық тіршілігіндегі азап пен тозақтың, үміт пен торығудың, сенім мен серпілістің сырын ашқан, отаршылдық қанауға бас емес ерлігі мен елдігін жоғалтпаған, өрлігін шынайы танытқан айнасы болды.